Облыстық білім басқармасының қолға алған Батыс білім толк жобасының кезекті сессиясы өтті. Бұл жолға тақырып ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы деп аталды. Шараға ақын Ақшта Бақтыгереева қатысты. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы демекші, білім беруде тәрбие ерекше орын алатыны сөзсіз. Батыс білім толк лекторийінің 8-ші сессиясында осы тақырыпқа арналды. Аудан мен қала мектептерінен келген 300-ге жуық ұстазға мемлекеттік сыйлықтың иегері Ақшта Бақтыгереева дәріс оқыды. Атап айтқанда, ақын ұрпақ тәрбиесі, мұғалім мен ата-ана байланысы туралы пікірлерін жеткізді. Біз қайткенде сауатты бала тәрбиелейміз. Біз қайткенде мәдениетті егемен елдің. Біз қайткенде ұлтымыздың ертең ұрпағын дұрыс тәрбиелеп, болашаққа үлкен үмітпен қосамыз. Осы мәселелер рухани тәрбие деген, соның маңызы не деді? Ұлттық тәрбие деген, оның маңызы қай деді? Біз соның қайсынан ажырап қалдық. Бізге қазір қай жолмен жүру керек? Тарихты сыйлау, еліне қызмет ету, адамзаттың болашағы. Міне осының барлығын біз қалай ұрпаққа қайткенде жеткіземіз деген әрбір ата-ананы, әрбір адамды, әрбір жасты толқытып отқан сұрау бар. Елбасының рухани жаңғыру мақаласы аясында қолға алынған Батыс білім толк жобасы білім беру қызметкерлерінің ойын ортаға салатын диалог алаңына айналды. Бұл жерде өз еңбегімен биіктерді бағындырған танымал спикерлер ой бөліседі. Мемлекет президентіміз кешегі жолдауында айтқан болатын, тәрбие бұл адамзаттың арқауы, алтын діңгегі деп, мінекей соған байланысты тәрбие мәселесіндегі қазіргі ұстаздарымыздың кездесіп жатқан мәселелері өте көп. Соның ішінде Ақшта Бақтыгерееваның жырларын тыңдай отырып, оның шығармаларын тыңдай отырып, ол кісінің бүгінгі әсерлі әңгімелері арқылы ұлттық құндылықтарды, бала бойындағы адами құндылықтарды дәріптеудің ең бірінші үлгілерін естігіміз келеді. Білім беру жүйесіндегі мәселелерді шешуге арналған жоба бұған дейін де бірнеше өзекті тақырыптарды қамтыған болатын. Ажар Гүләлиева, Дастан Бижанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.